Міне тағы да тұйықтамын. Тұйық менің дүниенің қай бұрышына кетсем де қайта айналып табатын алтын ұям. Былқ етпес түп қазығым. Мені оған арқандап байлап қойған, жай көзге көрінбейтін үзілмес керемет берік жіп бар. Ол жіп үзілсе мен емеспін, басқамын. Ендігі міндет дәрігер айтқан кеңестерді мүлт жібермей орындау, сөйтіп оңалу. Денсаулықты түзеп ап, даңқты қызыл армияның қатарына қайта оралу. Фашизмді талқандап жоқ етуге халқымның азаматы ретінде өзімнің үлесімді қосу. Аулыңа таза ауаға бар деген еді дәрігер. Мен келдім, көп ұйықта, өзің де жасымнан ұйқышыл жанның бірімін. Ұйқының сазайын бере бастайтыныма дау жоқ. Дәрігердің және бір айтқаны күшті тамақтары еді ғой. Бұны да ұмыта қойған мен жоқпын. Бірақ мүлтіксіз орындауға келгенде ұқыпты болар түрім жоқ. Бар болса ішесің күшті тамақтарды, жоқ болса нені ішесің? Дәрігердің кеңесін қазанға салып қайнатқанмен сорпа болып шықпайды. Қазанға тамақтан өтетіндей басқа бірдеңе салып қайнатқан жөн. Ол оңайлықпен табылатын кез емес. Ауызды ауыртып ет, майды айтпағанда нан жеудің өзін тұйықтың халқы баяғыда ұмытыпты. Соның бірі біздің үй. Сонау 30-шы жылдары таршылық кезде қазанға жалындатып арпа қуырып, тоңтаңдап келі түйіп жатушы еді ғой. Осы күні сол кәсіпке қайта оралыпты. Күнбе-күн ет, май, нан жейтіндер Нұрәлі, Жүніс тәрізді бірлі-жарым қазан құлағын ұстағандар. Мен келіп түскен күні шешем байғұс қалбалақтап ауылды кезе жөнеліп әлдекімнен әлденеңе саудаласып бір серке әкеп сойған болатын. Оның еті 2-3 күнге сап болды. Сап болмай қайтсын, жейтін ауыз тек өзіміз ғана емеспіз. Маған амандаса келген ауыл адамдары қашан қазан оттан түсірілмейінше түкіріктерін жұтынып, төр алдында жарбиып отырып алатұғын әдеттері. Көк серкенің еті түгіл үй сыртына күресіне лақтырылып тастаған сүйек саяғынан түк қалған жоқ. Ауылдың талайдан сүйек кемірмеген аш иттері бір-бірімен ырылдасып таласып тигенше талап әкетті. Енді ет те жоқ. Қолдап шаққа ілігіп ет болатын ұсақ мал да жоқ. Бүкіл бір үйді жан бақтырып отырған жалғыз қызыл сиыр бар. Есуас болмасаң оны жарып тастай алмайсың. Алыстан 6 жасар бала келсе 60-тағы шал барып сәлем береді. Менің әскерден оралғанымды естіп біздің үйге бас сұғып шықпаған жан тұйықта жоқ-ақ. Тек Нұрәлі келмеді. Біздің үймен біздің тұқыммен бітіспес жау болып алғанын ол және бір рет осылайша айқын көрсетті. Дүниенің қоры болып кетсем де оның алдына төменшектеп баруға мен де жоқпын. Колхоз председателі түгіл маған десе құдай болып кетсін. Ал не істеймін енді, 6 ай бойы жамбастап жатып алам ба? Қой болмас, онсыз да жандарын әрең бағып отырған екі әйелге, шешем мен жеңгеме масыл болып жата беруім жарамас. Өзіме бір жұмыс тауып алайын. Қайдан табам, кім болам? Нұрәліге жұмыс сұрап баратұғын мен жоқпын. Менің ойым ауданда. Өмір баян жаз, анкета толтыр дегенді ойласам тұла бойым дір ете қалатын әдет пайда болған. Мекеменің бәрінде сол тәртіп. Қолыңнан қандай жұмыс келетінін сұрамайды. Ең әуелі толтыр деп алдыңа тоқымдай етіп кадрлар есебінің листігін тастайды. Листік емес, сұрақшы. Ол сенен қадалып сұрақ ала бастайды. Сотталдың ба? Не үшін сотталдың? Сотталмадым деп өтірік айталмаймын. Ал сотталдым деп жазсам, мекеме басшысының менен дәл бір оба ауруы бар адамдай ат-тонын ала қашатынын және білем. Листік, сұрақшы, шетелде туған туысқандарың бар ма? Бар болса қайда деп қадалады. Бұған да не айтарсың? Өмір бойы еш жерге тұрақтап мекен салып көрмеген көшпелі халықтың баласы болсам, шекараның дәл түбінде туып өссем, дауыл шайқаған кемедей замана бір ары, бір бері толқығанда балапан басына тұрымтай тұсына дейтін ауыр күндер елімнің басында тек бір ғана ғасырдың ішінде сан рет қайталанса, мынау қол созым көш отырған шетелде туған туысқандарым қалай болмайды? Мен ғана емес, шекара өңірінде туып өскен қазақтың бәрі-ақ солай, бірі анда болса, бірі мұнда. Бәрінің де шетелде туған туысқандары бар, бірі ерте, бірі кеш кеткен. Осыны осылай деп түгел жазып беруді листік қаламайды. Тек бір ғана сөзбен не иә, не жоқ деп жазғаныңды қалайды. Шіркін, не сотқа, не прокуратураға хатшы болсам, Нұрәлінің көзі атыздай болар еді-ау. Өйткені ол жүрген жер лас қой, екі қолы, аяғы бәрі лас. Заң мекемелерінің аты аталса лас кісі қалтырап тұрады. Сот прокурорға хатшы болу маған міне осы үшін Нұрәліні азды-көпті қалтырату үшін керек. Бірақ мен тәрізді заңмен істес болған адамды заң мекемелері қызметке алмайтыны белгілі ғой.
Рас, жан бағысқа оншалық қолайлы жұмыс емес. Жұрт осы күні біреуге бере алатын, біреуден ала алатын қызмет іздейді. Жан бағысқа қолайлы деп соны айтады. Жалақы, ақша бұл кезде неге жарайды? Түкке де жарамайды. Эх, шіркін, колхозға совхоз болсаң, қойма-қомбалардың кілтін ұстасаң, ауылды бұны арман етпейтін жан жоқ, бұған бірақ оңайлықпен қол жетпейді. Колхоз председательдері завхоздыққа көбінесе ауылдағы ең сұлу, күйеуі жоқ жас келіншектерді қояды. Өзіне туыс болмаса еркекті жақын жолатпайды. Закон зернаға қабылдаушысы болсаң, бұған қол жету завхоздықтан да қиын. Қалада сыра сатушы болғаннан бірде кем емес. Қойы көп бір колхоздың қой фермасына бастық болсаң, бұл үшін де сүйемел қолдау керек. Бұның бәрінен де менде үміт аз. Ал өзге қызметкердің ішінен көңілім қалайтыны мұғалімдік. Аудандық оқу бөлімінің кеңсесінде тұрмын. Мұнда да сол тәртіп. Өмірбаян жаз, анкета толтыр. Жаздым, толтырдым. Жүрегім қалтырап, бастықтың үкімін күтудемін. Мұғалім бола алмайсың демесе не қылсын? Бастық алтын адам екен. Мен толтырған қағаздардың ол бетіне де қарамастан столының тартпасына тығып жатып, ал жігітті қай мектепке барғың келеді деді. Мен қуанғаннан қайда жіберсеңіз де барам дедім. Сарыбелге барасың ба? Әрі мектеп меңгерушісі боласың, әрі өзің бір класты оқытасың. Барайын. Міне Сарыбелдемін. Бұл араның көне аты Сарыбел болғанмен колхоздың аты Карл Маркс. Біздің Қарасаз ауданына аты құқтамайтын колхоздар бар. Соның бірі Сарыбелді осы артель. Әуелде тұңғыш рет колхоз боп біріккенде атын атам заманғы жер аты бойынша Сарыбел деп қойған. Бұл әрине табиғи дұрыс еді. Кейінірек ауданның ба болмаса облыстың ба мен білем дейтін бір басшысына болат ұнамаған. Бәрі жаңаша болу керек деген әлгі басшы Сарыбелдің орнына колхозға республиканы басқарып отырған бір мықтының аты қойылған. Бірақ ол мықты баянды болмаған, қызметінен түсіп қалған. Сосын колхоз аты өзгерген. Колхоз аты төртінші рет өзгерерде тірі мықтылардан көңілі қалып запы болған жұрт коммунизм идеясының түп атасы Карл Маркстың өз атына бірақ жармасады. Бұндағы колхоз аты содан бері Карл Маркс, ал бірақ жергілікті халық бұрынғы тілге жеңіл дағдымен Сарыбел деп атауын жуық маңда қоятын емес. Соған біз де еріп кетіп отырмыз. Сарыбел ауданында ірі поселоктың бірі. Орыс-қазақ аралас мектеп үйі екі жерде. Бірінде орыс кластары, екіншісінде қазақ кластары оқиды. Менен бұрын мұнда 3 мұғалім бар екен. Үшеуі де нәзік жыныстың өкілдері. Мен міне төртіншісімін. Әуелгі кездескен екі жас келіншек мұғалімдер ілтипатпен eğilіп, саламатсыз ба жолдас директор, келуіңізбен деп қолдарын сызыла ұсынып жатыр. Мырс етіп күліп жібере жаздадым. Неге директор, жолдас мектеп меңгерушісі деп дұрыс неге айтпайды? Әлде менің тым жас екенімді көріп тәлке кеткендері ме, болмаса маған жағыну үшін қызмет лауазымды әдейі қампитып атағандары ма? Мектеп меңгерушісі дегеннен гөрі директор деу шынында да әрі ықшам, әрі дардай. Екі мектеп үйінде үй сыпыратын екі әйел бар. Олар да күні бұрын ақылдасып қойғандай. Жолдас директор, амансыз ба дейді. Әуелде оғаш боп естілген директор деген сөзге құлағым бара-бара үйренейін деді. Осында Сарыбелде шешеме төркін боп келетін Құдайберді деген адам тұрады. Өзі қазір әскерде, әйелі Нұрила оқымаған, сауатсыз. Колхозда жай қара жұмыс істейді. Бала көтермеген, жалғыз басы. Мен осы Нұрила жеңгейдің үйіндемін. Мінезі жұмсақ, бауырмал, жақсы кісі. Аудандық оқу бөлімі Сарыбелге барасың ба дегенде менің ойланбай бірден келісім беруіме бұл да бір себеп болған. Пәтер іздеп әуре болмаймын. Нұрила жеңгейдің үйінде жүретін шығармын деп ойлағам. Төр алдында Нұрила жеңгейдің қалыңдап салып берген жер төсегінде міне бір түнеп шықтым. Таңертеңгі уақыт, ұйқым әбден жақсы қанып қалған. Ойымда бойымда сергек адам бұндай кезде оянып ап мынадай рахат халді қимай керіліп жата түсетін әдеті. Әртүрлі ойлар басқа келеді. Кенет мойнымдағы жара есіме түсті. Лағнет келгір, осы жара көңілімді кірбің етіп бітті-ау. Ел көзінше ұялып көйлегімнің жағасында ағыта алмаймын. Ыстықта да суықта да қорынып қымтап алып жүремін. О ғажап, сенен бе сенбеймін бе, саусағымның ұшымен мойнымды сипап көрсем жара жоқ. Жазылған, желімдеп таңып қойған шүберегі түсіп қалыпты. Жараның орны жым-жылас болып тұр. Ой, мұндай қуанбаспын. Орнымнан атып тұрып айнаға жүгірдім. Жара жоқ. Жараның аузы қара қотырланып бітіп қалған. Жарадан құтылғанмын. Ешқандай ем-домсыз өзінен өзі жазылған.
Госпитальдан шыққалы мен бұл жараға ешқандай да ем істеген жоқпын. Ем істеуге де жағдайда болған емес. Тек 2-3 рет кірлеп кеткен шүберегін ауыстырдым. Мен енді білдім, мойнымдағы жараның шипасы дәрі емес екен. Туған жердің ауасы екен. Жараны сол емдеп жазған, тек сол. Қасиетіңнен айналайын туған жер. Сабақ 2 мектепте 2 сменамен оқытылады. Мен түстен кейін 2-4 класстарды қатар қосып оқытам. Мектеп үйінің екеуі де нашар. Осы үшін әдейі арнап салынбаған. Бір кезде адам тұрған осындағы көп үйлердің біреуінде бәкене, қораш, там, шатырсыз. Әсіресе қазақ кластары оқитын мектеп ұсқынсыз. Өз алдына оңаша жекеде емес, әлдекімнің тайпиған там үйінің жалғасы. Бергі көше жақтағы 2 бөлме мектеп болғанда, арғы қора жақтағы басқа 2 бөлмеде Сегізбай дейтін қас-қабағы түксиген тұлғасы аю тәрізді шалдау адамның семьясы тұрады. Мектеппен Сегізбай үйінің есіктері бөлік. Сегізбай Живсериясының осы төңіректегі бірнеше колхозды қамтитын агент қабылдаушысы. Киімді қатып киетін. Үстінде жаңа фуфайка, шалвар, аяғында сықырлаған хром етік. Баста базар қалпақ. Алғашқыда мен бұл адамды онша ұнатпай жүрдім. Кісіге сүзетін бұқа тәрізденіп, иегін алқымнан тығып алып ежірейе қарап тұрғаны, амандассаң жөнді амандаспайтын тәкаппар. Ернін болар-болмас шыбыр еткізе де қояды. Соңғы кезде осы үшін мен де онымен жөнді амандаспайтын болғам. Мектептің дәл қасында бет алдында Сегізбай қожалық ететін бір қора шаруашылық бар. Үлкен шарбақ қоршау. Ол қоршаудың ішінде жабық төбенің астында шоқы-шоқы үйілген жүн тері төсек. Есігіне шомбал қора құлыптар салынған, әртүрлі қойма, складтар, шикізат өткізген жұртпен Сегізбай сауда-саттық жасайтын арнайы дүкені бар. Ол да осында. Дүкен деген соң мен бір жолы кіріп едім. Көзім атсыздай болды. Сарыбелді халық Сегізбайды көргенде алдын қия кесіп өтпей, неге сәке деп кішірейіп құрмет етіп тұратынын мен енді білдім. Сегізбайдың тәкаппар болуының сырын енді білдім. Сенсеңіз, әлгі жаман дүкенде жоқ нәрсе жоқ. Осы күні еркін саудада құрып кеткен. Халық көп тұтынатын әртүрлі іштік, тыстық, кездеме, пима, галош, айна, сабын, былғары, шай, қант бәрі тұр. Осының қай-қайсысы да осы кезде қаны жерге тамбайтын зәру заттар. Бұл неге бұлай екенін сұрастырсам, соғыстың кесірінен саудадағы тәртіп те өзгеріпті. Әлгі аталған халық көп тұтынатын қант, бұйымдар Живсерия арқылы да сатылатын бопты. Бірақ жай ақшаға сатылмайды. Жүн, қыл, тері, терсек өткізгендерге, онда да сол өткізген шикізат құнының белгілі бір процентіне ғана беріледі. Жай ақшаға сатылса, бұның бәрі бүйтіп жарқырап тұрмайтын белгілі ғой. Бір күні түске таман күндегі әдетім бойынша мектепке сабағыма келдім. Алғашқы қар жауып күн қайта жарқырап ашылған. Әлі сабақ бастауға ертелеу. Класқа кірмей биылғы тұңғыш қарды тамашалап, сыртта өзіммен өзім болып тұрмын. Кенет арт жағымнан бала неғып тұрсың деген дауыс естілді. Жалт қарасам, Сегізбай, бері кел. Сегізбай өз есігінің алдында тұр. Ішімнен мырс еткендей болдым. Бала, жұрт қампитып, директор десе бұл бала дейді. Тым құрса мұғалім деп те атамай ма? Ішімнен қырсауланып, бұл не айтар екен деп қасына жақындап келдім. Жүр шай ішейік. Сегізбай осыны айтып кетіп барады. Болды, ілес соңымнан деген тәрізді. Мен әлгі арада бір сәтке қылшылдап қалып қойдым. Сегізбай артына бұрылып қарайтында емес. Менің жыным келді. Мына шал жындымей жүр дегенге мені соңынан томпаңдап жөнелетін күшік тәрізді көре ме? Адамша неге жөндеп шақырмайды? Қатарласып бірге неге жүрмейді? Сықырлауы кішкене есіктен үлкен денесімен екі бүктеліп кіріп жатып, Сегізбай артына енді ғана бұрылды. Жүрмей тұрып қалған мені көрді. Жүр, неғып тұрсың? Тағы өзі бұйырып сөйлейді. Мен әрі қырсығып, әрі таңырқаймын. Өзінің дөрекі мінезі осы ма? Болмаса мені жөнді кісі деп санамағаны ма? Алайда Сегізбайдың пысы жеңді. Міне ол кірген аласа есіктен мен де кіріп келе жатырмын. Бұрын бұл үйге бас соққан жан емеспін. Шағын ауыз үй, едені жер, бірақ таза. Төр үйдің көкшіл сырмен сырланған есігі қақ жарылып ашық тұр. Ар жақтан еденінде табалдырықтай түбіне дейін жеткізіп, бірінің үстіне бірін қабаттап төсеп тастаған қызылды жасылды алаша текеметтер. Екі кісілік ақ полский керует. Жібек шымылды қабырғаға ұстаған үлкен де әсем кілем көрінеді. Салтанатқа малынған тап-таза көңілді бөлме. Есік алдына аяқ сүрту үшін тасталған шүберекке қайта оралып, аяғымды барынша ықтияттап сүртіп, сырт киімімді шешіп, одан кейін ғана төр үйге бейітпен басып кірдім.
Сыртынан қарағанда тым қораш, жаман, тамның іші дәл мұндай жайнап тұруы мүмкін-ау деп ешқашан ойламаған едім. Сегізбайдың үйіне кіріп көрмесен де семьясын көріп жүрмін, білем. Жауқазын дейтін кемпір боп қалған қатпа қара әйелі, төртіншіде менің классымда оқитын Жібек атты пысық та өжет қызы бар. Міне солар бәріміз аласа дөңгелек столда шай ішіп отырмыз. Кесек-кесек опырып турай салған аппақ табанан, табақшаға шеңгеліп үйіліп салынған қарынның сұр иісі сары майы, қант, сүт қатып баптап құйған қызыл шай. Бұндай дастархан бұл күнде кім көрінгеннің үйінен табылмайды. Ыстық шайды сыпайыгершілікпен сақтап еппен ұрттай отырмын. Басым ой дегенге әңкі-тәңкі. Бұл қалай бай тұрады? Үйінің іші анау, ішіп жемі мынау. Менің дәл арт жағымдағы үлкен қабырға толы биік етіп жинаған сәнді жүк. Құрығанда 10 жастық 20 көрпе бар-ау. Бұның бәрін бұл қайдан алды? Соғыстан бұрын жинағандар ма? Біз әрқайсымыз әдейі отыруға арнап істеген бір-бір жұмсақ дөңгелек құрақ көрпешенің үстінде отырмыз. Дәл мұндай тұрмысы бар адам бұл кезде ел ішінде сирек түгілі кездеспейді. Тым құрса колхоз председателі немесе аупартком секретары болса екен-ау. Живсерийінің жай ғана агент қабылдаушысы. Бұрын мұндайларды жұрт көзге ілетін беді. Сегізбай сөзшең адам емес, тек анда-санда маған іш деп қояды. Бет-аузы сай-сай әжім басқан, тарбиған сүйек қолдарынан көк тамырлары бадырайып шығып кеткен Жауқазын тіптен жуас. Өздігінен жақ ашып сөйлейтін түрі байқалмайды, тек шай қойып бергенді ғана біледі. Шай соңынан Сегізбай, бала, карта ойнаушы білуші ме едің дейді. Ептеп білем. Білсең, кешке сабағың біткен соң кел, карта ойнаймыз. 21 дейтін ойынды білетін бедің, қалтаңа ақша сала кел, соны ойнаймыз. Сегізбаймен менің жақындасуым міне осылай басталған. Кейде күн ара, кейде 2 күнде бір рет осында жиналып карта ойнаймыз. Картадан өзге көңіл көтеріп ермей кетер нәрсе мұнда шамалы. Кино келмейді, радио жоқ, той-томалақ болмайды. Бола қалса тым сирек, кәдімгі 21-дің өзін ойнаймыз. Бұл күнде ақшадан күш кеткен заман. Соғыс оны жай қағазға айналдырып жіберген. Ос көгала қағаз кімнің де қалтасынан табылады. Базары жоқ ауылда ол бәтшағар карта ойнаған өзге түкке де жарамайды. Басқа үйге жиналмай Сегізбай үйіне жиналатын себебіміз мұнда көңілді отыруға толық жағдай бар. Үй жылы, әр таза, жарқыраған әйнекті ондық шам. Соғыс шамды да оның әйнегінде жоқ еткен. Көп үйде осы кезде сығырайған білте шаммен отыр. Сырт көзге түксиіп жағымсыз көрінгенмен Сегізбай жалпы жаман адам емес. Әсіресе жора жолдасына бейілі кең. Карта ойнауға жиналған серіктерін ол тым құрғанда шай бермей жібермейді. Біз төр үйде дуылдасып карта ойнап отырғанда ауыз үйде ақ самаурын қашан ішсеңдер мен дайын деп екі иығына демін алып әндетіп дайын тұрады. Сәкең бізді ылғи да құр шаймен қайтармайды, кейде одан гөрі мәндірек бірдеңелер сопаң ете қалады. Сәкең биыл соғымға семіз ту бие сойған. Соның еті ауыз үйде плитаның үстінде көк кастрюльде болқ-болқ етіп, даусы бізге естіліп қайнап жататын да кездер болады. Ет түсіріліп алдымызға келген кезде, әй қатын, әлгіңнен бірдеңе бар ма дейді Сәкең. Біз көздеріміз қуана жайнап бірімізге біріміз қарасамыз. Жауқазын жоқ деп айтпайды, лып етіп ауыз үйге шығып кетеді де жарты бөтелкеде спирт алып келеді. Су қосылмаған. Су қосқанда бір бөтелке болады. Сәкең оны қырлы стакандарға өз қолымен бөліп құя бастайды. Отырыс бұдан кейін тіпті көңілді бола бастады. Жауқазын әрі момын әрі көнбіс жайлы адам. Таң атқанша отырып карта ойнасақ та қабақ шытып быржиып тыржиғанын білмейді. Аяғының ұшымен жүріп қызмет етеді. Кейде карта ойнауға Сәкең екеуміздің басқа адам болмай қалады. Екі қол жиырма бірге азық етеді. Сосын отырып аламыз да беті қалар ойнаймыз. Аңдысып есептесіп ойнаса бұл да қызық. Түн ортасы қалай ауып кеткенін байқамай да қаламыз. Біздің үй көшенің басы бір қауым жер. Енді 7 түнде қайда барасың? Нұриланы ұйқысына оятып жүремісің? Осындағы жата бер дейді Сәкең. Осылайша мен әр кезде бұл үйге қонып қалатынды әдет таптым. Көрпе жастық мұнда жеткілікті. Асты-үстім жаңа көрпелерге қопсып, өз үйімде жатқанда рахаттанып ұйықтаймын. Бір кезде Сегізбайды ұнатпайтын болсам, енді оның жақын достарының біріне айналдым. Иә, Сәкең өмір сүре білетін жан, өзінің ішкі есебіне
берік, кім көрінгенімен омырауын айқара ашып тұрмайды. Әуелі алыстан байқап, барлап алып, содан соң жақындасады. Кейбіреулер қу дейді Сегізбайды, мүмкін қушы да шығар, бірақ ақылды қу. Сарыбелде бұл күнде Сегізбайға ісі түспейтін жан кемде-кем. Қап-қап жүн сойған малдарының тері-терсегін арқалаған жұрт қашан көрсең Сегізбайдың соңынан шұбап ереді жүреді. Сәкең біледі олармен қалай сөйлесуді. Әкелген шикізатты бірден қабылдап ала салмайды, мұны сылтаумен бір-екі рет қайтарып жібереді. Ұнатпаған кісілерін сөйтіп әуреге салып қояды. Тері-терсек алып келетіндердің көпшілігі кемпір-шал, бала-шаға. Ештеңенің ығы-жығыны онша біле қоймайды. Сегізбай не айтса соған көнеді. Тек әйтеуір қабылдап алғанын тегін алмай, азды-көпті бірдеңе бергеніне мәз болады. Бірінші сорттың терісін екінші сортпен, екінші сорттікін үшіншімен қабылдап алып жатқандар шаруалары жоқ. Көп түкірсе көл деген. Бір басына жетерлік берекені Сәкең міне осылай жасайтын тәрізді. Бірде екі, екіні үш ете біледі. Мен мектеп сабақ оқып тұрып, Сегізбайдың әлдекімдерді жазғырып ұрсып жатқан даусын естимін. Мынауың жүн емес, қиқым-сиқым бірдеңе ғой. Әкет-ары алмаймын, керек болса жуып әкел. Жеті атаң қазақ бола тұрып мал союды білмейтін не қылған жансың? Өстіп те мал сойып теріс сыпыра ма екен? Бірде-бір адам Сегізбайға қарсы сөйлеп дауласпайды. Сегізбайдың қолында қазынаның елден шикізат жинау үшін берілген пілде екі мықты аты, арба шанасы бар. Оның бәрін ол өзінің жеке меншігінде емін-еркін пайдаланады. Барам деген жағына барады, қалаған уақытында. Тындыратын ісі болса тындырады. Отын судан жем-шөптен тарыққанды білмейді. Я соғыс, біреуге соғыс болғанмен біреуге ырыс. Сегізбай үшін ол ырыс болып тұр. Қыс түскелі қашан аяғыма галошсыз пима киіп жүрмін. Күн жылымақ кезде көшедегі қар жыпсып еріп жатады да табанымнан су өтіп кетеді. Былғаныш су аяқпен өзіңді жұрттың қоры сезініп бітесің. Галош тек Сегізбайдан табылады, онда да жүн теріткізсең. Бір күні Сәкең менің аяғымдағы шекесіне дейін су жұтып, көк соқта болған пималарға көзін қиғаштай тастап, сәл тұрды да, мөлшері нешінші галош киетін едің деп сұрады. Айттым, жүрші. Осылай деп Сегізбай бұрылып кете барды. Мен соңынан қуана еріп жөнелдім. Сәкең қоршаудың ішіндегі дүкенге ертіп келді. Төргі қараңғы бөлмесіне кіріп кетіп, бір пар жаңа галош ұстап шықты. Киіп көрші, шақ екен, дедім. Галошты су пимаға нығарлап киіп алып. Шақ болса ки. Рахметті өзінше бөлек жаудырып, сосын, ал енді менің сізге өткізетін тер-терсегім жоқ, құнын ақшалай төлемесем, дедім. Керегі жоқ, сөз осымен бітті. Арада біраз күн өтіп кеткен. Bir күні Сәкең есігінің алдында екеуден екеу тұрып, бала деді. Мен оның бетіне қарадым. Сен біздің кемпірді мектебіңе үй сыпырушы етіп қызметке алсаң қалай болады? Өзі сыпырар, отын кесіп, жаруына жібек көмектесер. Қарап отырғанда не бітіреді? Дән жағы осы күні қиындап кетті. Азын-аулақ тиесілі норма бидайы ішіп жемге сеп болсын. Аз мүдіріп ойландым да, жарайды дедім. Үй сыпырушы екі әйелдің біреуі науқасшаң, жұмысқа салақ, орнына басқа адам алғым келіп жүргенін сезген Сегізбай білетін. Норма бидай деп отырған қызметкер жұмысшыларға ай сайын сельпо арқылы нормамен бидай беріліп тұрады. Колхоз мүшелеріне қызмет істемейтіндерге берілмейді. Жауқазынды осылайша мектепке үй сыпыру етіп қабылдадым. Мекеме бастығы болып өмірімде тұңғыш рет қол қойып бұйрық жаздым. Сәкең екеуміздің арамыз бұдан кейін тіпті жақын болып кетті. Әр айдың аяғында ауданға баруым керек. Мұғалімдердің жалақысын және оқытушылар мен мектеп қызметкерлеріне ай сайын осындағы сельпо арқылы беріліп тұрған норма астықтың нарядын әкелуім керек. Жалақыны аудандық оқу бөлімі, нарядты аудандық тұтыну қоғамы береді. Бұл үшін мектеп меңгерушісі өзі баруы шарт. Мектептің өз көлігі жоқ. Жолшыбай әлдекімдермен селбесіп, онда барып қайтарда тұйыққа үйге соғып, бірер күн шешем мен жеңгемнің қасында болып, отын суына жәрдемдесіп, одан Сарыбелге қайта оралып жеткенше арада бір жетідей уақыт өтіп те кетті. Міне Сарыбелдемін. Күн аяз, жұқалтаң солдат шинелмен жолдан қалтырап тоңып келіп, Нұрила жеңгейдің жеделдете қайнатқан ыстық шайына жаңа бас қойған бетім. Бір кесе шайды қолыма ұстатып жатып, миығыма күлімсіреп, Сегізбай досың жас қатын әкеп той жасап жатқан көрінеді, барып құтты болсын айтпайсың ба, дейді.
Бұл мен үшін күтпеген жаңалық еді. Жеңгейдің жүзіне ежірейе қарадым. Қалжыңы ма, жоқ шыны ма? Нұрила жеңгей менімен қалжыңдаспайды. Сегізбайдың әйелі бар емес пе? Нұрила жеңгейдің үстіңгі қасқа тісінің біреуі сыртқа қарай шығыңқырап біткен. Сәл жымисақ жарқырап шыға келеді. Сонысы ақсиып мысқылмен күлімсірей отырып сөйледі. Шал дегендер бұл күнде құтырды емес пе? Әйелдерін ажырастым ат қылып бөлек шығарып қояды да бұрынғыша жас тоқал алады. Сегізбай досың да сөйтсе керек. Жауқазынды қызымен бөлек шығарған көрінеді. Менің таңырқауымда шек жоқ. Япырым-ай, Сәкең бүйтеді деп кім ойлаған? Аралас-құралас жүріп, оның мұндай ойы бар екенін бұған дейін мен қалайша сезбегенмін. Ол тек менің ауданға кетуімді күтіп қана тұрған ба? Қалай тез алып үлгерген? Кімді алыпты? Осы Сарыбелде адамы ма? Жоқ, бұл аранікі емес. Көмірші жақтан әкелсе керек. Күйеуі соғыста өлген жас келіншек көрінеді. Көмірші дейтін шағын қыстақ осы арадан көрініп тұр, жап-жақын. Сәкең шанасын жегіп алып тері-терсек жинауға ал кеттім деп ылғи да солай қарай тартып отыратын еді. Нені жинап жүрген енді белгілі болды ғой. Ой қуай, қашан қақшып түскенше сездірмеуін қарашы. Мұндағы негізгі көше ұзыннан ұзақ созылған біреу. Мектеп пен Сәкең үйінің тұрған орны поселкенің орта тұсы. Нұрила жеңгей айтқан жаңалықты өз көзімен көріп, білгенше тақат қылмай осылай қарай аяңдап келе жатырмын. Анадайдан байқағаным Сәкең үйінің есігінің алды әйел бала-шағамен толып кеткен. Біреу кіріп, біреу шығып абыр-сабыр. Енді менде ешқандай да күдік болмады. Ой пәле-ай, Сәкең пәле екен, оның бұндай ойы бар деп кім ойлаған? Бәсе, Жауқазын бейшараның қабағы бір ашылмайтын еді. Күйеуінің көңіліне желік кіріп жүргенін сезеді екен ғой. Ассалаумағалейкум деп төр үйдегі шай ішіп отырған бір топ адамның үстіне кіріп келдім. Ауыл дағдысы бойынша қар төрде қариялар, олардан төменірек қария болуға дайындалып жүргендер, одан да төмен жігіт келіншектер араласу. Осы соңғы топ кел мұғалім десіп араларын ашып орын босатты. Сәкең нардай болып кеудесін тік ұстап төрде қариялардың қатарында отыр. Сәкен ниет қабыл болсын дедім. Сәкеңнің аузы жыбыр етті де басылды. Ыстық шай алдыма келіп те қалды. Менің есі дертім шайда емес, Сәкең алып отырған жас тоқалда. Ол қайда, қандай адам? Мына топтың ішінде не істеп қалай отыр? Әйелдер негізінен самаурын маңынан орын тепкен. Екі жас келіншек қонақтарға шай құйып отыр. Соның бірі бұрын мен көрмеген бейтаныс, үріп ауызға салғандай көздері жайнаңдаған толықша ақсары келіншек. Қасындағы басқа елдерден бөлікше үлде мен бүлдеге бөленіп салтанатты киінген. Басында шашағы омырауына төгілген әппақ жібек шәлі. Сөп-сүйкімді қызғылттау нұрға толы жүзін төмен салып өте бір иба сақтап әлденеден қысылған тәрізденіп отыр. Ешкім айтып таныстырмаса да Сәкең қондырған тоты құс осы екенін мен бірден білдім. Әдемі, көркі де сүйкімділігі де келіскен. Жас шамасы 20-ның 5-6-ында. Шынымды айтсам, әлгіні Сәкеңе қиғым келмей барады. Ой пәле-ай, торына қалай түсірді екен. Жас тоқалдан көзімді ала алмайтын тәріздімін. Аузының салымдысын қарай көр деп ішімде қызғаныштың оты тұтанғандай боп төрдегі Сәкеңді де барлап қарап қоямын. Ол бүгін ерекше ширақ көңілді, жемтігін бүріп түсіп тояттаған қырандай бабында. Кішірек қоңыр көздерінде жалтылдаған от бар. Екі беті нұрлы, қасындағы мыжырайып тыжырайған шабырға қарағанда әлі де жігіттей. Жас тоқалдың сырға толы ап-айқын сиқыр көздері бірнеше рет менің көздерімен тоқайласып қалған кездер болды. Менің бір таң қалған нәрсем Жауқазын да осында. Сыртта от жағып, отын жарып қызмет қылып жүргендердің біреуі сол. Бұнысы қалай? Байым жас қатын алды, төсек жаңғыртты деп қуанғаны ма? Қайдан қуансын? Басқадай амал айласы болмаған соң бейшара лажсыз көнгені де. Қайда барады көнбей? Құлынды бие тәрізденіп соңынан қызын шұбалтып кеткенмен қайда барып сияды? Жауқазын мен жібекті Сегізбай көшенің арғы бетіндегі басқа үйге шығарыпты. Бұнда жас тоқалды екеуі қалыпты. Бұл тек заңға томпақ келмес үшін сөз жүзінде бөлектену, ал іс жүзінде олай емес. Сендер әлі де болса менің қанатымның астындасыңдар. Мен тұрғанда аштан өліп көштен қалмайсыңдар. Мен сендерді назарымнан тастамаймын дегені бұл шарасыз екі бейшара жанға. Сол үшін де Жауқазын оның айтқанына көніп айдауында жүреді. Құтырған қақпас алатын жас қатынын ала бер.
тек бізді көзімізді бозартып айдалаға қуып жібермесең болғаны деп қарайды. Дәрменсіздің қолынан басқа не келеді? Сәкең сөйтіп бір үй еді, екі үй болды. Осылайша заңға қайшы келтірмей жолын тауып екі үй болып жатқандар осы күні ел ішінде аз кездеспейді. Әсіресе малшылардың арасында көп. Соғыс жігіт атаулыны сыпырып әкетті. Аяқ-қолы балғадай жас келіншектердің байсыз қалдырды. Олар енді қу тізелерін құшақтап қашанғы жалғыз сарғайып жатады. Күйеулерінен қара қағаз алып үміті бір жола өшкендер шал да болса жоғынан бары дейді де көз жұмбайға басып табылған еркек естіге тиіп алады. Соның бірі Алтын, Сәкеңнің жас тоқалы, атына өзіне лайық тауып алған. Бәйбіше тоқал бір-бірімен араласып, бірінің үйіне бірі кіріп шығып жүреді. Ол түгіл тамақты көбінесе Алтын отырған үйде бәрі бірге ішеді. Екі үйдің арасы көшенің арғы беті мен бергі беті жап-жақын. Жауқазын Алтын үйінің қызметшісі тәрізді. Отын жару, су әкелу секілді үйдің ішкі тысқы жұмыстарын көбіне сол атқарады. Ол болмаса жібек атқарады. Ақсаусақ мырза тоқал Алтын негізінен бойын күтіп үйде отырғанын біледі. Әлдекімше көстеңдеп көшеге көп шықпайды да. Бұл екеуінің ар жақтарынан қалай екенін кім білсін, ал бер жақтарынан тату әзірінше. Сегізбай барда да жоқта да шайды шошайып бірге ішіп отырады. Кішісі үлкені әменде сыйлап сіз деп сөйлейді. Білмейтін адамға бірі жеңге, бірі келін тәрізді. Күндес екі әйелдің арасында болады. Бірін-бірі азуға салып шайнап тастасам дейтін кежіген долы арыздық бұл екеуінен әзірше байқалмайды. Алтынға үйленді де Сәкеңнің мінезі күрт өзгерді. Арқандалған атша үй маңынан ұзап шықпайтын болды. Бұрын екі күннің бірінде арба шанасын жегіп алатын да тер-терсек жинауға ел аралап кететін. Кейде бір қонып, кейде екі-үш қонып ауылда содан соң оралатын. Қазір ол ел аралауға тым сирек шығады. Қонып қалу дейтін енді білмейді. Екі атты тер-тер етіп түнделетіп болса да Сарыбелге қайтып оралады. Сұлу тоқалды қолтығына қысып жатып ұйықтамаса көңілі көншімейтін тәрізді. Сәкеңнің үйіне жиналып карта ойнауымыз да азайды. Оған картадан гөрі қызығырақ басқа ермек табылды. Жұмыс соңынан бала жүр шай іш деуді де ол маған енді сирек айтатын болды. Менің ол үйге бұрынғыша қалған уақытта еркіндеп кіріп баруымда оншалық жаратпай тұратын тәрізді. Мен осының бәрін көре тұра көрмеген, байқай тұра байқамаған болам. Мен үшін Сәкең сол бұрынғы Сәкең, оның үйі сол бұрынғы емін-еркін араласып кіріп шығып жүрген үйім. Сабаққа ертелеу керсем сыртта тоңып тұрмаймын, осында кіріп уақыт өткіземін. Бұндайда Алтын кейде жалғыз отырады. Күйеуі бар кездегіден өзгеше еркін де жылы қабақпен қарсы алады. Екеуміз оны-мұны әзіл сөздер айтысып жараса қалатынбыз. Бұрын мұндайды басымнан көп кешпеген ұяңмын. Нағыз айтқым келген сөзімді айта алмай, уақытты текке өткізіп алғанымды соңынан бірақ біліп, қап деп бармағымды тістеп өкінумен болам. Үш адам Сәкеңнің үйінде карта ойнап отырмыз. Мен, Сәкең және осы Карл Маркс колхозының завхозы Әбдібақас Шолақ. Әбдібақас оң қолын соғысқа беріп қайтқан. Бары тек сол қолы. Жалғыз қолмен ол бәрін де істейді. Өзі киініп шешінеді. Атты өзі ерттеп мінеді. Жалғыз қол карта ойнауды да ешкімге есе жібермейді. Соған қарағанда бір қол кімге де болса жеткілікті тәрізді. Алтын карта ойнамайды. Әкесіне еркелеген жас балаша ол менің тура бет алдымда күйеуінің төмпектей үлкен тізесіне бір жамбастап сүйеніп карта ойнаушыларға мөлдіреп қараумен отыр. Менің ой-зейінім ойыннан гөрі Алтында. Қолымдағы картаға қараған боп, картаның асты үстінен Алтын жаққа сығалап көз тастаймын. Доп-домалақ бұлтиған көйлекшең әсем бөксе, сәл ғана бүгіп алған түзу толық аяқтар тамсанып, елтіп, кейде тіпті өзімді өзім ұмытып қарамасыма қоймайды. Карталас әріптестерімнің өзіме арналып айтылған сөздерін естімей қап, дәл бір шошып оянған адамдай селк ете қалатын кездерім болады. Алтынның да назары менде болуға керек. Ұрлана қарасқан көздер кейде бір-біріне тоқайласып қалады. О көздер тіл айтып жеткізе алмайтын, жалт еткен бір ғана қараспен ақтарып айтып салуға сыршыл да сиқыр көздер. Еркек пен әйел арасында
сан қилы құпия пәлекеті ең әуелі осы сендерден басталды, өрт сөндерден басталды. Үлкен өрттің шығуына көздердегі жалт еткен жалғыз ұшқын себепші. Ойын біткен, киініп тарайық деп жатырмыз. Төр үйден жұрттың соңы болып шықтым. Алтын ауыз үйде есіктің дәл көзінде тұр. Сәкең мен Әбдібақа сыртқа шығып та кеткен. Ол Алтынның қасынан өте беріп жіңішке әдемі мықынынан қысып қалдым. Ол тек осыны күтіп тұрғандай еді. Жауабы тіптен тез болды. Көз ілеспейтін жылдамдықпен білегімнен құшырлана қатты бұрап үзіп алды. Сенсеңіз бақырып жіберуге пәс қалдым, бірақ бақытты едім. Арада біраз күн өтіп кетті. Бір күні мектепке сабағыма келсем, Сәкең есік алдында өзінің таңдаулы аты қара кер жорғаны көк қашабаға жеккелі жатыр. Онда 2 ат, 2 шана бар. Бәрі қазынанікі. Картаң жуан бақай жирен ат пен қанатты жайдақ шананы ол оны-мұны жұмыс үшін айтайық тері-терсек жинауға немесе отын суға жегеді. Ал қара кер жорға мен көк қашабаны олай-бұлай боп жазып шыққанда немесе мырза жүрістерге жегіп пайдаланады. Әр аттың, әр шананың қызметі бөлек-бөлек. Жолаушы жүргелі жатқанын білдім де қасына кеп сәлем бердім. Сәке, бір жаққа бара жатырсыз ба? Ауданға бармағалы талай болып еді деп Сәкең сөзін 2 ұшты етіп тоқтады. Менің ішім қуанғаннан қылп ете қалды. Бірақ оны сездірмеуге тырысып класқа кіріп кеттім. Шаттық кернеген жүрегім апай-топай. Ауданға Сәкең бармағалы шынында да көп болды. Енді ол аз шаруамен бармайды. Істеп жүрген жұмысының 1 айлық па 2 айлық па есеп-қисабын апарады. Оны онда тапсырып өткізеді. Банктен ақша алады. Живсереден жаңа товарлар алады. Бұның бәрі біздің мынау қағаз бастық заманда оп-оңай тез біте қалмайды. Құрығанда бірнеше күнге созылады. Бұл уақыттың ішінде Алтын мұнда жалғыз өзі. Енді қалай қуанбайын? Класста сабақ оқытып тұрып, 2 көзім терезеден сыртта. Жол жүруге қамданып, үйге бір кіріп бір шығып жүрген Сегізбайда. Тезірек кетсе екен деп тілеймін. Айнып қалмаса екен. Қап әлгінде қайда баратын бекер сұрады ма? Ол пәле сезік ойлап қалуы әбден мүмкін. Ура Сегізбай пальтосының сыртынан етегі жерге шұбалған қара сеңсең ішік киіп, қолына ұзын арба қамшы ұстап шығып келеді. Бұл енді кетпек болғаны. Әне шылбырды мама ағаштан шешіп ала бастады. Аттың басын көшеге қарай бұрды. Менің қуанышымды сезгендей қарагер тыпыршып шананы алып жөнелуге де асық. Аюдай қорбиып бір өзі шанаға әзер сыйып отырып жатыр Сегізбай. Ол енді айнымады. Ой, мен қандай бақытты едім. Бір сабақ біткен. Үзіліс. Үйінде жалғыз отырып Алтынға жетіп барғым келді. Ұрының арты қуыс деген рас-ау. Жан-жағыма сезіктене жалақтап қарап әзер батып тұрмын. Алтын ауызға бөлмеде от жағатын плитаның түбінде астына кішкентай тапал орындық қойып, сым темірмен шұлық па, қолғап па бір нәрсе тоқып отыр. Тап қазір менің келуімді күтпегендей таңырқап, бағжия қарап қалған. Неге келдің? Сенің жайдан жай келмегеніңді сеземін деп тұрғандай көз қарасы. Өзінде таңырқау мен абыржу аралас. Оның жалғыз екенін көріп қуандым. Іздегенім табылғандай қасына арсалақтап жетіп бардым. Бірақ жеттім де келген сөздерімді аузыма бірі түсетін емес. Неғып отырсың? Деп дәл бір бұрыннан алысып ойнап жүрген жолдасымша иығына 2 қолдап басып төне түстім. Алтын тым жуас, өзімсінген дауыспен ары тұр, біреу көріп қалады, деді. Әдемі үлкен көздерінде балқыған жылы нұр бар. Мен енді одан бетер еркінсіп, әне күні білегімді оңдырмадың ғой деп Алтынның иығына қон жиып мініп алдым. Сырт көзге қандай тұрпайылық десеңізші, ары тұр қайтеді. Тап сол кезде сырт есік ашылып келіп жетсін, Жауқазын еді кіріп келе жатқан. Сасқандықтан Алтынның иығынан секіріп түсіп үлгере де алмай қалдым. Жауқазын ол да жаман састы. Дәл мұндай әбесте тосын жағдайдың үстінен түсіремін деп ол әрине ойламаған. Не үйден қайда шығып кетерін, не сол кіріп келген бойда бермен қарай жүрерін білмей есік алдына бетін
теріс бұрып еңкейіп өзімен өзі болып құнжыңдады да қалды. Сосын ақыры бізге қарауға жүзі шыдамаса керек үйден қайта шығып кетті. Ойбу бетім, қу шешек-ай, ұят-ай деп Алтын өз бетін өзі шымшып алды. Алтынға созған қолымды тағдырын қағып тастап жасаған ескертпесі еді бұл. Мен оны тыңдамадым. Түн аяз, Сарыбелдің халқы отынды шамға құятын жер майда үнемдеп бұл кезде ерте жатады. Бірде-бір үйдің терезесінен жылтыраған жарық байқалмайды. Бос көшемен шыны қарды сықыр-сықыр басып жалғыз өзім келе жатырмын. Суықтан қорынған иттер де өздерінің жылы ұяларынан шыққылары келмейді. Бейсауат көше кезген бұл кімей дегендей жатқан орындарынан бастарын көтерместен әр жерден маңқ-маңқ етіп жалқау үріп тез басады. Мынау міне өзім сабақ беретін қазақ кластары оқитын мектеп. Әуелі сырттай шолып айнала қарап өттім. Біреу-міреу түнделетіп мектептің отынын ұрлап бірдеңесін бүлдіріп жүрген жоқ па? Тексеруге қарауға толық хақым бар адаммын. Мектеп аман, терезелер бүтін. Мектептің есігіне құлып салынбайды. Дыбырсыз еппен ашып ішке кірдім. Класс іші ала көлеңке жылы. Ең артқы парталардың біреуінде отырмын. Ойға батып не істеймін? Барам ба Алтынға? Қалай барам? Не айтам? Есігін ашпай қойса қайтем? Жоқ, ашпауы мүмкін емес. Мүмкін жалғыз емес шығар. Қорқам деп жібекті қойнына бірге алып жатқан болса ше. Көп отырдым қиналып. Міне осындаймын. Батыл болатын жерде батыл бола алмаймын да. Соңынан опық жеп өкініп жүрем. Ертең де сөйтпесем не қылсын? Дәл қазір Алтын екеумізді бөліп тұрған бір ғана там қабырға. Ар жақта ол да, бер жақта мен. Қол созым жерде өзінің жылы төсегінде ештеңеден қаперсіз пыр-пыр ұйықтап жатыр. Менің мұнда мысық құрып күйзеліп отырғанымды ол білмейді. Қабырғаны тықылдатып ұрсам бекен, мүмкін мен екенімді біліп есік ашар, сыртқа шығар. Түнделетіп сегізбай келіп қалса ше? Жоқ, келмейді. 40 шақырым жерден шаруасын бітірмей неге келсін? Қиял келді басыма. Қабырғаны ана арадан іргеден адам денесі сиятындай етіп үңгір тессем. Сол тесіктен Алтын жатқан бөлмеге зып етіп кіріп қалсам. Тесіктің арғы аузы Алтын төсегінің астында болса, ол екеуміздің басқа еш жан білмесе бұл тесікті қалаған уақытта кіріп шығып жүрсем, дәл бір мың бір түн ертегісіндей тәрізді. Шіркін, қандай рахат болар еді. Өзімді өзім қайраумен желкеден бүріп ап тұрғыздым да сыртқа шықтым. Төңіректі жақсылап қарап алдым да Алтын үйінің есігіне келдім. Терезе перделер түсірулі, есік берік. Жүрегім кеудеме сыймай дүрс етеді. Есікті қақпас бұрын қора жақты да бір айналып қарап өттім. Я Сәкен келмеген. Келсе қара кер жорға қорада шөпті бырт-бырт жеп тұрар еді. Қара кер көк қашаба шана көрінбейді. Тәуекелге бел шештім. Есікті саусағымен сыртымен ақырын тық-тық қағып ар жақтан не дыбыс естілер екен деп құлақ тостым. Сол-ақ екен, бұл төр үйдің есігі ашылды. Бұл кім деген Алтынның сүйкімді даусы естілді. Мен сөз бітті осымен. Жүрісі білінер-білінбес болып Алтын бері ауыз үйге шықты. Есіктің ілгешегін сықыр еткізіп ашып жіберді. Мен келетінімді біліп ұйықтамай тосып жатқандай еді. Аласа іш жағы шұңғыл есіктен үн-түнсіз кіріп келе жатырмын. Істің басталуы әрі оңай әрі сәтті болғанына қуаныштымын. Алтын да үнсіз. Менің соңымнан есіктің ілгешегін қайта іліп жатыр. Алтын мені орағытып төр үйге өтіп барады. Ләм-мим деп бір ауыз сөз айтпады. Мен оның соңынан ілесе кірдім. Алтын төсегіне жатып жатыр. Менің не істеуім керек екені өзінен өзі түсінікті болып қалды. Төр алдында төсектің қасында тікемен тік тұрып шешіне бастадым. Алтын бұның не демеді. Менің шешініп болуымды күтіп қана жатқандай. Киімдерімді сақтық істеп бірінің үстіне бірін реттеп үйіп қойдым. Енді міне тек көйлек дамбалшам Алтынның қойнына кіріп келе жатыр. Қарсылық та сөз де жоқ. Түннің талай уақыты болған. Алтын екеуміз жай тауып сабасына түскен көңілмен құшағымыз айқасып әңгімелесіп жатырмыз. Әйелдің еркі өз қолыма көшкен соң мен оны тергеуге ала бастағандаймын. Өзіңе тең емес шал адамға неге тидің деп сұраймын. Алтынға бұл сұрақ ұнамады. Балаша бұртиып қойшы, тигім келді, тие салдым. Колхозда кетпен арқалап жүрмекпін бе дейді. Тигім келді, тие салдым. Алтындай тартымды сұлу әйелдің аузынан бұндай сөз мен естігеніме
қынжылған тәріздімін. Сегізбай сені қалай көндірді? Ой, қойшы, мен онымен сөйлесті ғой дейсің бе? Тер-терсек жинап ауылға келіп-кетіп жүретін Әйімхан дейтін жақын жеңгем бар еді. Шығаннан шыққан жолдас. Қайдан тапқанын соны тауып алыпты. Сол Әйімхан күндіз-түні басымды ұршықтай айналдырып қалай иіріп қалғанымды өзім де білмеймін. Бұл сөзден Алтынның жалпы өмір атаулыға, оның ішінде өз өміріне жеңілдеу қарайтындығы байқалған еді. Бұл күнде ондайлар бір ол емес, көп. Соғыс жұрттың болашақ үмітіне дейін азайтты. Алтын бір үйде бір өзі ерке болып өскен екен. 7 класстан кейін оқымаған, орта мектеп өз ауылдарында жоқ. Ал басқа колхозға қыз бала сыртқа шықса бұзылып кетеді деп ата-анасы жібермеген. Бұзылмай тұрғанда жасын өсіріп күйеуге берген. Күйеуі сол ауылда өзін оқытқан мұғалімі екен. Соғыста ол қаза болған. Енді тағдыры мынау. Таң атпай ел аяғы қозғалмай мен тайып отырдым. Бұл жолы өзіме өзім ризамын. Міне осындай батыл болу керек деп өзімді өзім арқаға қағып мақтап келе жатырмын. Күн артынан күн өтіп жатты. Сәкең ана жолы ауданға бір қонып қайтып келген. Содан бері ешқайда ұзап шыққан емес. Маған бұл ұнамайды. Сәкең бірдеңеден сезік алмас үшін мен енді ол үйге аяғымды тарта басуға тырысам. Осы күні Алтынмен көбінесе алыстан қас-қабақпен ұғынсам. Әнеугі түн бақыт түні бір көрген түсім ғана тәрізді. Жатсам тұрсам соның тағы қайталануын арман етем. Ол үшін Сәкең кету керек бір жаққа. Қонатын болып ұзақ кету керек. Күндіз-түні Алтынды ғана ойлаймын. Махаббат жоқ дейді кейбіреулер. Махаббат жоқ болса бұл енді не? Алтынды көргім, онымен бірге болғым келіп, ынтығып тұруым неліктен? Махаббат бір-ақ рет болады дейді. Бұл да жалған. Мен өзім талай қызға ғашық болдым. Соның бәрінен де өліп-өшіп шын ғашық болған едім. Ғалияны қалай сүйсем, Алтынды да одан кем сүймейтін тәріздімін. Мүмкін қыздар да әйел заты да солай шығар. Әйел мен еркектің бастаңғысын бір күн туырлақ жасырады, бір күн үзік жасырады. Үшінші күні бәрі бір жария болады дейді қазақ. Сол рас. Түн ел жатып қалған, дәндеп алған әдіспен тағы да Алтынның есігін тық-тық қағып тұрмын. Бұл кім? Мен. Есіктің ілгішегі ашылып жатыр. Тағы да сол төр алдында тікемнен тіке тұрып шешініп жатырмын. Бәрі сол ана жолғыдай. Түннің бірталай уақыты болған. Алтын да мен де ояумыз. Өліп-өшіп зарығып кездескенде дені дұрыс адам ұйықтай ма? Таң атып қалды. Бар енді біреу-міреу көріп қойса ұят болады дейді Алтын. Мен қазір кетем деймін де жата түсем. Алтынның ыстық құшағын қимаймын. Бұдан соң қашан тағы кездесуіміздің сәті келгенге дейін зарығы бітетінім сөзсіз. Кенет сыртта ат жағының қарды сықыр-сықыр басқаны, шана табанының сырғаған дыбыс естілгендей болды. Алтын да мен де елең ете қалдық. Дыбыс бірден бірге айқындалып, осы есіктің алдына қарай жақындап келеді. Қаракер жорғаның пысқырғаны ап-анық танылды. Келді деп Алтын үрейі ұшып кім келгені былай белгіледі. Атып тұрып жалма-жан киініп жатырмын. Киімдерімді көргендік жасап бірінің үстіне бірі реттеп үйіп қойған жақсы болған екен. Сырттағы шана бұл кезде терезенің дәл тұсына келіп тоқтады. Сегізбай екені даусыз. Ап-ауыр денесімен қашабаны сықырлатып әне жөңкіліп түсіп жатыр. Қарағайдай сірескен пима оның сыртынан галош киген аяқтарын біреуіне тосылдатып соғып қояды. Шыны қарды шақыр-шықыр еткізіп бері есікке қарай келеді. Бұл уақыттың ішінде мен киініп те үлгерген едім. Шұлғау, орау, жатуға уақыт қайсы? Екі шұлғауды жұмарлап екі қалтаға ұрдым. Пималарды қоңылтаяқ сұға-сұға салдым. Есік қағылды. Алтын ұйқысынан жаңа оянған адам боп, бұл кім деді. Мен. Сәкеңнің күлжің жуан даусы. Алтын екеуміз тілсіз ұғынысып, біріміздің соңымыздан біріміз қабаттасып ауыз үйге шықтық. Ол алда, мен артамын. Алтын есіктің ілешегін ашып жатыр. Мен оның қалқасынан бұрышта байқалмастай болып тығылып тұрмын. Есік бері ішке қарай ашылатын. Сегізбай үнсіз жөңкіліп кіріп келе жатыр. Оны қасынан өткізіңкіреп жіберді де Алтын жасап мені шынтағымен қағып қалды. Ал жөнел дегені. Алтын мені есіктен арасынан зып беріп зытып жөнелдім. Сегізбай байқамай сезбей қалған тәрізді. Артымнан Алтын есікті қайтадан жауып жатты. Аман сау құтылғаныма қуанып, көшенің басына дейін жүгірдім.
Ол кезде шылым шегем, жігіт боп өз тізгінімді өзім қолға алғанның белгісі деп бұл кәсіпті армияда үйренгем. Папирос, сигарет табылатын кез емес. Сасытып бұрқ-бұрқ соратынымыз қолдан туралған көк темекі, махорка. Үйге кеп жүрегім орныққан соң шалбарымның қалтасынан қол салып портсирағымды іздедім. О, сұмдық, портсирағым жоқ. Мана алтынға бара жатқанда бар болатын. Жолда шылым орап шеккем. Жүрегім су етіп бірден білдім. Портсигар әлгінде қарбалас киініп жатқанымда алтынның үйіне түсіп қалған. Енді оны Сегізбай тауып алмаса не қылсын? Су етіп қалған жүрегім мұзға айналып, бүкіл арқа басым шымырлап бара жатыр. Өйтпейші, Сегізбай ол портсигарды жақсы біледі, менікі екенін күншілік жерден көріп таниды. Карта ойнаған кезде мырзасынып ылғи да столдың үстіне қойып қоятынмын. Сәкең одан сан рет шылым алып шегіп, қақпағының сыртынан бізбен шұқып қиғаштап жазылған Кемелханның еркінге ескерткіш деп жазуын талай оқыған. Кемелхан әскерде бірге қызмет істеген жолдасым. Судағы малта тас тәрізді, сырты жылмағай осы бір қалайы портсигарды армиядан босап елге кетіп бара жатқанымда ескерткішке сол сыйлаған болатын. Құрыдым, Сәкең тауып алса анық құрыдым. Бәтшағар қалтамнан ылғи да түсіп қала беретін еді. Қап, осының осылай боларын алдын ала неге ойламадым екен? Ішкі қалталарымның біреуіне ықтияттап неге сала қоймадым? Кемелханнан осыны аттай қалап атандай сұрап алған тіпті өзім едім-ау. Сөйтсем басыма пәле болу үшін алған екенмін ғой. Менен кейін Сегізбай үйінде не болып не қойғанын қиялыммен көріп білем. Сырт есікті бекітіп болып алтын шам жақты. Төр алдында төсекке таяу жерде көкала текеметтің үстінде әппақ болып жарқырап жатқан портсигарды көрді Сегізбай. Портсигар емес, жылан айдаһар көргендей болды. Мынау кімдікі? Алтында үн жоқ. Өңі қашып зәресі ұшып барады. Бұл қандай, қайдан жатыр? Білмеймін. Неге білмейсің? Бұзылған қаншық, сен білмегенде мен білем. Бед, айт, мына үйде кім болды? Бұдан кейінгі қиялдаудың өзі қорқынышты. Таңертең төсегімнен ауыр ояндым. Етім ісіп, екі шекем лық-лық етеді. Басымның сақинасы ұстаған. Осы ауру менде бала кезден бар. Күн өтсе ұйқым қанбаса, бір нәрсеге қатты толқып, күйзелсем, қайғылансам, алып ұратын әдеті. Ауырып қалғаныма, сөйтіп мектепке барамайтын болғаныма дәл осы жолы қуандым. Қазақ кластарын оқытатын екінші мұғалім Сақыш дейтін момындау, жөні түзу келіншек. Соған ауырып қалғанымды айтып, менің кластарымды сен оқыта тұр деп қағаз жазып жібердім. Міне енді басымды таңып алып, төр алдында ыңқ-ыңқ етіп жатырмын. Ойымда Сегізбай, алтын, портсигар. Бұдан да жазылатын шығар. Мынау сосын мектеп жаққа қалай барам? Сегізбайдың көзіне қалай көрінем? Бала, бері кел, мынау сенікі ме дейді де қалтасынан портсигарды жарқыратып суырып алады. Одан да қара жерге кіріп кеткенім артық емес пе? Нұрила жеңге не білсін, түк те білмейді. Айлаңқастап күлімдеп қасымнан шықпайды. Суық тигізіп алған соң ғой, сорпа қайнатып берейін, терлеп іш, тәуір боласың дейді. Аңқаусың-ау жеңеше, суық тисе дәл мұнша күйзелермін бе? Мынау сүттей ұйыған тыныш дүниені бүлдірді директор балаң. Өзіне оңай айықпастай ауруды қолдан жасап алды. Содан енді қалай құтылудың жолын іздеп жатыр. Ой дүние-ай, баянсыз сұм дүние. Кеше алтынмен құшақтасып жатқанда менен бақытты жаным жоқ еді. Бүгін енді менен сорлы, менен бақытсыз жаным да жоқ шығар. Тағдырды мен қырсық тағдыр дейтінім міне осыдан ғой. Уайымсыз, қайғысыз рахат өмірді ол маған ешқашанда баянды етіп көрген жоқ. Мені қалайда бірдеңеге ұрындырып жүрмесе, сүріндіріп жүрмесе, тағдырдың іші кебеді. Жоқ, мен бара алмаймын мектеп жаққа. Ертең түгіл бүрсігүнде, тіпті ешқашанда бара алмаймын. Асын ішіп, дос болып араласып жүрген Сегізбайдың көзіне бұдан кейін көріне алмаймын. Бетсіз болмасам не деп көрінем? Жоқ, мен кетем. Сарыбелден өшіремін, қарамды суға батқан тас жаздым, зия жоғаламын. Тағы да қарасаздамын. Аудандық оқу бөлімінің кеңсесін сырттан торып батып кіре алмай жүргенін бір сағаттан асты. Не айтам? Мұғалім болғым келмейді деймін бе? Жоқ, әлде басқа мектепке сұранам ба? Қандай себеп? Сылтау ойлап табамын. Қолында портфель ұстаған, шұбалған қара тон, қара малақай киген, бойы аласалау біреу көшемен маған қарама-қарсы келе жатыр. Танитын сияқтымын. Иә, әлгі сол Қаратоғанда тұратын Әлімқожа. Соғыстан бұрын ары өтіп, бері өткенде біздің үйге келіп кетіп жүретін.
Сәрсенбек ағайымның тәуір жолдастарының бірі. Әлімғожа мені бірден таныды. Екеуміз шұрқырасып амандастық, хал-жай сұрасып жатырмыз. Әскерден қашан келдің дейді. Менің бас аяғыма көз жүгіртіп. 2 айдай болды. Қайдасың қазір? Не істеп жүрсің? Сәрсенбек қайда? Хат-хабар бар ма? Мен бәрін айттым. Сәрсенбек армияда талайдан бері хат жоқ. Өзім Сарыбелде мұғалім едім. Енді одан кеткім келіп жүр дедім. Неге? Сарыбел ұнамады ма? Үйден шалғай ауылға келіп кету тұруым қиын. Табанасынан ойлап талапқан сылтауым өзімен ақ қалды. Соғысқа Әлімғожа да барған екен. Bir қолының басынан жарадар бопты. Қазір өз ауылында 7 жылдық мектепте директормын дейді. Сарыбелден кеткің кеп жүрсе, онда бізге кел. Бізде военрук керек, деді Әлімғожа. Қарманатын тал таппай тұрғанымда мынау енді жақсы болды. Жарайды. Екеуміз біраз сөйлесіп, сөзімізді пісірдік те аудандық оқу бөлім меңгерушісінің кабинетіне кірдік. Әлімғожа мен де емес еркін. Мекеменің шалдау бастығымен мәре-сәре ұзақ амандасты. Әлімғожаның көріп, анау да бір жетісіп қалғандай болды. Мен анадайда ескі диванда шетінде тәйт десе ұшып кетейін деп әзер ілініп отырмын. Әңгіменің тезірек маған ауысуын күтудемін. Кенет Әлімғожа, Сүке, мен өзіме таптым военрукты деді. Кім ол? Міне мына бала. Сүкесі мен енді ғана көргендей сүзе қарады. Біз бұны Сарыбелге жібермеп едік. Сүке, мен сізге бұл баланың жағдайын айтайын деп Әлімғожа бастырмалата жөнелді. Бұл әлгі тұйықтағы Мамырбай дегеннің баласы ғой. Әкесі момын жақсы адам еді. Сәрсенбек деген ағасы баяғыда мектепте менімен бірге оқыған, қазір армияда. Әкесі соғыстан бұрын қайтыс болған. Қазір үйінде аурушаң шешесі, жеңгесі ғана. Сарыбел бұл баланың жағдайына келмейді екен, шалғай. Демалыста үйіне барып отын суға жәрдемдесіп тұра алмайтын көрінеді. Бұны сіз военрук етіп бізге жіберіңіз. Әлсіз ғана бұлтақтап көрді де Сүкең, жарайды деді. Мәселе көрген түсте тез шешілді. Сөйтіп Қаратоғанға военрук болып баратын болдым. Ойламаған жерден Әлімғожаны келтірген Құдайға мың рахмет айтып жатырмын. Раз, два, прам, шагм, арш, стоид, нәлеуі, волна, солдаттың ботқа көжесін 3 ай бекер ішіп жемеген тәріздімін. Орысша сөздері белден басып сындырып, әлде кімдер еліктеген, шақ-шақ еткен даусынан балаларға команда беріп жүрмін. Әскерде мықты командир, қатал командир деген ұғым бар. Мен дағы өз әлімше соған ұқсауға тырысам. Соғысқа дейін мектептегі әскери сабақ болмаған, соғыс шыққан соң енгізілген. Оқулық бұл пәннің атымен жоқ, программа және жоқ. Мұғалім өзі не білсе, балаларға не үйреткісі келсе соны үйретеді. Толық анархия. Мен өзім физкультура мен әскери ойындарға жасымнан құштар жанның бірі едім. Жаңа қызметімді сүйемін. Сабақты шамам келгенше қызғылықты етіп өткізуге барымды салам. Одан-бұдан іздестіріп пәніме қатысты бар біраз кітап, бірушолар тауып алғам. Жатпай тұрмай оқып білмегенімді білуге тырысам. Бірақ әлгідей әдебиеттің бәрі дерлік орысша. Қиналып әзер оқимын, жөнді түсінбеймін. Көп сөзін жобамен ұғам, ал жобамен ұғынғанның бірі дұрыс оқимын, дұрыс болғанмен бірі дұрыс, теріс. Іс жүзінде дұрысым да дұрыс, терісім де дұрыс. Өйткені қатем болса көрсетіп мынауың былай дейтін білімі өзімнен озық адам мектепте шамалы. Директорда, завучта талай жыл қоржынын салақтатып, педучилищеге сырттан оқуға барып жүріп азаппен әзер бітіргендер. Ол екеуінің орысшасы менен де төмен. Менің жұмысымды тексеріп жөн айтуға олар ниет те білдірмейді. Мен мұнда мектеп директоры Әлімғожаның үйіндемін. Ана жолы онымен бірге келіп түскеннен осындамын. Жамбас ақы, құрсақ ақы төле деп қазақ айтпайды. Өзім біліп бірдеңе берсе мүмкін алар еді. Бірақ беретінде менде не бар? Ас тегін, төсек орын тегін. Директор жолдас, мені өзің алып келдің, өзің бақ деп үн-түнсіз жүріп жатқан жайым бар. Сарыбел онда аз уақыт мұғалім болғанда басымнан кешкен оқиғалар ойымнан шыға қоймайды. Портсигар жайы әлі де болса мен үшін жұмбақ. Оның тап сол күні сол үйде Сегізбайдың үйінде түсіп қалу ақиқат. Ал бірақ кім тауып алды? Сегізбай ма, алтын ба? Мүмкін алтын тауып алып күйеуіне көрсетпей тығып қойған шығар. Сәкең ештеңе де білмейтін шығар. Онда менің күйзеліп қайғы-қасірет шегуім бекершілік. Сарыбелден ат-тонымды алып атыма бұрылып та қарамай безіп отыруым да бекершілік. Осының бәрін қалай білуге болар екен? Сарыбел Қарасаз ауданының бір шеті, Қаратоған екінші шеті. Бұл арадан алтынмен тілдесу, хабар білу мен үшін оңай шаруа емес. Мүмкін өмір бойы біле алмай, іш қыста болып өтермін.
Көктем 1945 жылы көктем. Фашизм бұл кезде бел омыртқасы мертіккен жыртқыш тәрізді өзінің ойран салып шыққан бастапқы апанына қарай бас сауғалап шегіншектеп барады. Азаттық алған қалалар мен елдер саны күн санап көбеюде. Даңқты Қызыл армия өзінің 6 айға демалыс беріп босатқан ұлын мені іздеп қойған жоқ әлі. Соған қарағанда жарадар жауды біржолата жоқ етуге енді оның күші мені араласпай-ақ жететін тәрізді. Тұйықтағы үйге көктем шыққалы барған жоқ едім. Қатынаған біреуден жеңгем хат жазып жіберіпті, оқыдым, ызадан қалшылдап кеттім. Ауру шеше мен жеңгемді Нұрәлі сиыр сауға шығарыпты. Бұл осы кезде колхоздағы жұмыстың ең ауыры. Ауыр түгілі сен кемпірдің түгің жоқ. Қақшаңдап өз жұмысыңды істегенде тажалдайсың. Ауру болсаң төсек татып жатар едің ғой дейтін көрінеді. Мен сорлы неге көнбеген, бәріне де көнермін. Мына сырқатты да кәрі шешеңе де обал болатындай түрі бар. Ерка, кел де көшіріп әкет деп жазыпты жеңгем. Атаңа нәлет, Нұрәлі қайтсам екен, сенің ақ ызаң өтіп бітті-ау. Мен енді шеше мен жеңгемнің қасында Қаратоғанға көшіріп әкелсем деген ойға келдім. Бұл ой басымда бұрын да бар болатын. Әлімқожаға айтып едім, бірден қостады. Несі бар, көшіріп әкел, бұнда да ел бар, жұрт бар. Бірдеңе етіп күн көрерсіңдер. Отын суларыңа мүмкіндігінше мектеп көмектесіп тұрады. Директорым былай деген соң мен енді қозып кеттім. Шеше мен жеңгемді Қаратоғанға көшіріп әкелетін болдым. Мұнда келген соң кіретін үйде оп-оңай табыла кетті. Қаратоғанда малшылардың қаңырап бос тұрған үйлері көп. Әлімқожа колхоздан бір күнге деп 2 ат мен арба сұрап алып келді. Бар көшіріп әкел, көңіліңді орнына түссін. 2 аттың бос арбаны салдыратып айдап міне тұйыққа келіп отырмын. Бұл сәскелік кез. Көше қаңырап бос. Қазір көктем егісінің нағыз қарбаласқан қызу кезі. Жұрттың бәрі жұмыс бабында. Әдейі колхоз кеңесінің алдынан өтпей орағытып келіп арбаны өзіміздің үйдің қалқасына әкеп қойдым. Есік берік, терезе перделер түсірлі, талайдан жөндеу көрмеген байғұстам сыртынан әр жерінен сылағы омырылып жүдеп тұр. Көптен бері адам тұрмайтын иесіз үйге ұқсайды. Шешем мен жеңгем қайда екенін білмекке көрші Мақпал кемпірдің үйіне келдім. Сырт есік ашық, табалдырықты аттап кіре бергенімде ар жақтан бүйірі қабысқан арық қара ит мені соға-моға алдымнан атып шықты. Сасып қорқып қалдым. Үйде ешкім жоқ шығар деп едім. Сөйтсем төрдің қақ төбесінде беті құбылаға беріп Мақпал намаз оқып отыр екен. Ит бұза алмаған намазды бұзуға батылым жетпей сілейіп тұрып қалдым.